Енді Э, Да, қалай ыңғайлы солай жүргізейік. иә. Қайырлы кеш, құрметті партнерлар. Барлықтарыңызды естіп көріп отқаныма өте қуаныштымын. Компания Pandora Vitaның кешкі вебинарына, жаңағыдай өнім туралы ақпарат беретін вебинарымызға қош келдіңіздер. Мына записті көріп отқан кейіннен көретін кісілер болса, сіздерге де қош келдіңіздер. Бүгінгі өніміздер туралы ақпаратты енді мына аяқ астына қазақша өткізсек па деп бір өткізіп көрейік деп шештік. Қарсылық жоқ шығар деп ойлаймын. Қазақша түсінбейтін кісілер бар ма арамызда? Қиналамыз, қазақша түсінбейміз деген кісілер болса, онда орысша жүргізіп көрейік. Болмаса енді қазақша жүргізе берейік, иә. Енді көп созбай біздің компаниямыздың спикерлардың бірі, мықты партнер, мықты лидер, мықты сетевик, өзінің ісінің маманы, медицина саласында жаңа өзі де бастамас бұрын айтып кетті, үлкен тәжірибесі бар, білімі бар, үлкен ақпарат ие және желілік бизнестен де үлкен тәжірибесі бар Зәуре ханым. Бұл кісі Өскемен қаласынан, Қазақстанның мынау шығыс өңірі, өздеріңіз білесіздер, табиғаты мол, табиғаты зор, керемет бай өңірлердің бірі, сол Өскемен өңірінен. Бүгін сіздерге амандық болса компаниямыздың өнімдері туралы қысқа нұсқа ақпарат беріп, артынан сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Сондықтан да эфир міндетті түрде сақталуда, оның бәрін сілтемесін кейіннен бөлісе жатармыз. Сондықтан да Зәуре ханым, бүгін микрофон сізде. Иә, біз сіздерді мұқият тыңдап, құрметті партнерлар, бір қағаз қаламдарыңызды, дәптерлеріңізді, мүмкіндік болып жатса камераларыңызды қосып, микрофондарыңызды өшіріп, мұқият тыңдасаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Зәуре ханым, микрофон сізде. Рахмет, Мақсат мырза. Кеш жарық құрметті бүгінгі біздің эфиріміздің қонақтары, компаниямыздың партнерлары. Бүгін енді біз тағы сіздермен осы Pandora Vita компаниясының мына бинарда тұрған өнімдерімен танысамыз. Бүгінгі танысатын алғашқы өнімдеріңіз ол йод. Дозасы 200 миллиграмм таблетка түрінде, бір осы құтының ішінде 60 таблеткасы бар. Кішкентай ғана ұсақ ақ таблетка, мынадай кішкене ғана, даже түймеден де кішкене. Баяғыда мектепте білесіздер ме, бізге сабақта ұсақ бір ақ таблетка беретін еді, иә? Ол таблетка жаңағы калий иодид болған. Осы мына қалқанша бездің ауруларының алдын алу үшін профилактика ретінде калий иодид деген таблеткалар беретін. Қазір біздің мынау өмір сүріп жатқан заманымыз ғылым мен техниканың қатты дамып кеткен заманы болып тұр ғой. Экологиямыз ластанып тұр. Содан кейін мына бізде региондар әртүрлі. Бір елді мекенде жаңағы суында да йод жоқ. Сондықтан сол елді мекендердің тұрғындары көп осы мына қалқанша бездің жаңағы ауруларына шалдыққыш болып келеді. Сол кісілер кішкене осал болып келеді, иә. Сонымен қатар бұл йод енді барлық жанға қажетті өнім. Өйткені қалқанша без деген ол біздің ағзадағы мына жалпы эндокринді жүйенің ең басты безі деп айтсақ болады. Сол бүкіл эндокриндік жүйе осы бір щитовидканың қызметіне байланысты деп айтсам, мен қателеспеймін. Өйткені егер сізде қалқанша бездің қызметі бұзылатын болса, онда ағзадағы бүкіл өтіп жатқан зат алмасу процесі бұзылады. Ағзада жаңағы йодтың жетіспеушілігі басталады. Осы йод жетіспеушілігінен жаңағы бәрімізге белгілі мына зоб деген ауру бар, иә? Осы зоб ауру пайда болады. Міне осы кезде бізде жаңағы мына есте сақтау қабілетіміз төмендейді. Содан кейін мына внимание дейміз ғой, адамның зейіні төмендейді. Содан кейін адам шаршаңқы болады.
Содан кейін тағы да мына зат алмасу процесі бұзылады, ағзадағы энергия, күш, қуат төмендейді. Сонымен қатар мына шаштың, тырнақтың, мына терінің жай күйі өзгереді. Тырнақтар жаңағы сынғыш болады, шаштарыңыз түсіп бастайды, жаңағы ұшталатын болады, сынғыш болады, терілеріңіз жаңағы сұрғылт тартып тұрады, иә, өзінің ажарын жоғалтады тері, реңі төмендейді. Міне сондықтан бұл йод бізге өте қажетті бір минерал. Енді бұл йод, мысалы үшін, бізде бұл жерде мынау біздің жаңағы өндірушімен қойылған ограничение дейміз ғой, противопоказаниялары бар, иә. Ол противопоказанияда 11 жасқа дейінгі балаларға беруге болмайды деп жазылған. Ол тек қана менің өз ойым, мүмкін бұл өніммен жаңағы балалардың арасында клиникалық зерттеулері өтпеген шығар деп ойлап отырмын мен. Балаларға йодты беруге болмайды деген ол кішкене қате ұғым. Өйткені мына өсіп келе жатқан ағзаға йод өте қажет. Мына мектептегі балалардың есте сақтау қабілеті жақсы болу үшін, зейіні жақсы болу үшін, бала шаршамау үшін оларға да йод керек. Жаңа қалқанша бездің, сол щитовидная железа дейміз ғой, солардың проблемалары кішкене кезінде осы зобқа шалдықпау үшін де балаға йод қажет. Міне осы жерде қолдарыңызға қалам алып, прям түртіп жазып алыңыздар. Мен қазір детский дозировкаларды айтам. Йодтың балаларға қандай мөлшері қажет екенін жазып алыңыздар. Мына толғаннан 6 айға дейін 2 миллиграмм балаға профилактический доза йод қажет. Жаңа туылған бала 0 дейміз ғой, 0-ден 6 айға дейін 2 миллиграмм йод. 7 айдан 3 жасқа дейін 3 миллиграмм йод. 4 жастан 9 жасқа дейін 5 миллиграмм йод қажет. Ал 9 жастан 13 жасқа дейін 8 миллиграмм йод керек. Күніне ма, Зәуре ханым? Миллиграмм емес, мынаның бәрі, кешіріңіздер, микрограмм. 2 микрограмм, 3 микрограмм, 5 микрограмм, 9, 8 микрограмм. 9 жастан 13 жасқа дейін 8 микрограмм. Барлығы микрограмм. Микрограмм йод керек. Уже 13 жастан бастап, ол уже считается взрослая дозировка, уже үлкен дозаны уже беруге болады. 14 жастан бастап. Біздің мына йодымыз 200 микрограмм. Біздің йодтың дозасы. Сонда бұл йодты жаңағы баладарға бөліп береміз. Енді мынау кішкентай балаларға йодтың жаңағы бұл таблетканы бергеннен көрі, мына йодосодержащие продукты дейді ғой, тағамдар. Балықты көп жегізсек болады, жаңағы сүт өнімдерін, ірімшік, қорт деген өзіміздің қазақи өнімдерді көп жегізсек болады. Сонымен қатар жаңағы біздің мына ас тұзымыз, тамаққа қолданатын, ол да бізде йодированный. Сол йоды бар тұзды қолданғанның өзінде де баланың ағзасына жаңағы қажетті мөлшерде йод келіп түсіп тұрады. Сондықтан да мына жерде жазған ба деп ойлаймын мен, жаңағы 11 жасқа дейінгі балалар көбінде йодты тамақпен алатын болғандықтан балаларға бұл біздің өнімді жаңағы беруге болмайды деген өндірушімен бір кішкене ограничениесі бар. Енді бұл таблетканы жаңағы біз қалай ішеміз йодтың таблеткасын, күнделікті бір таблеткадан, енді ересек үлкен кісі бір таблеткадан тамақпен бірге таңертең ішеміз. Тамақпен бірге, или болмаса тамақтан кейін. Тамақтан кейін дегенде бір тамақтан кейін жарты сағат, 1 сағат күту деген жоқ. Тамақтың соңында ішіп аласыздар. Енді бұл йодты тағы кімге ішуге болмайды? Ол жаңағы мынау
Бізде щитовидная железа дейміз ғой, осы қалқанша бездің ауруы жаңағы гипотиреоз деген болады, и гипертиреоз деген болады. Гипотиреоз деген қалқанша бездің мынау функциясының төмендеуі. А гипертиреоз деген ол наоборот қалқанша бездің жаңағы функциясының өте жылдам болуы, мына йодты өте көп түзуі. Осы кезде бізге бұл өнімді беруге болмайды. Өйткені ол кісінің ағзасында онсыз да йод көп, ал егер оған біз йодты беретін болсақ, біз ол кісінің жағдайын жаңағы нашарлатып аламыз. Тағы да бір беруге болмайтын жағдай, ол йодқа жаңағы аллергиясы бар жандар, индивидуальный непереносимость дейді. Міне осы жағдайда бұл өнімді беруге болмайды. Жаңада айтып кеттім, енді бұл өнім бізге есте сақтау қабілетімізді жақсарту үшін керек. Мынау зейінімізді көтеру үшін орысша айтқанда концентрация внимания дейді. Қазір көп кісіде осы концентрация внимания деген страдает. Балаларда мектеп жасындағы мүлдем концентрация жоқ. Ол енді осы мектепте оқушысы бар кісілер білет. Өйткені бүгін оқып келген сабағын бала бүгін ұмытып отырады. Ол сол жаңағы осы концентрацияның жоқтығы, усидчивостьтің жоқтығы. Жаңағы созылмалы шаршаңқылық кезінде де ішуге болады. Содан кейін мына зат алмасуды бұл өнім жақсартып, біздің мына ағзамызға түскен қоректік затты энергияға алмастыруға жұмыс жасайды. Кімнің жаңағы шашы түскіш, шашы сынғыш, тырнақтары үгітілгіш, майысқыш, міне осы жағдайда да осы өнімді қолдануға болады. Бұл енді йод туралы. Ал енді келесі бір тағы да тамаша біздің өніміміз, ол мырыш. Орысша айтқанда цинк деп айтамыз, Бұл цинк бізде тоже таблетка түрінде, мына жерде көрініп тұр, енді бірақ сурет кішкене болып тұр екен, дегенмен де қарап көруге болады. Таблетка міне кішкене ақ таблетка, жаңағы йодтың таблеткасынан әжептәуір үлкенірек. Ақ таблетка, бұл таблетка жаңағы мына құтының ішінде 30 таблетка бар. Күніне бір уақыт тамақпен бірге немесе тамақтан кейін ішіледі. Бұл өнімдердің барлығы жаңағы биологиялық белсенді қоспаға жататын болғандықтан, олар тамақпен бірге ішіледі немесе тамақтан кейін ішіледі. Енді бұл цинк бізге не үшін қажет? Цинк бізге жаңағы мынау май бездері дейміз ғой, сальные железы дейміз, осылардың қызметін жақсарту үшін қажет. Мына жасөспірім қыздар, ұлдар, мына период полового созревания дейміз ғой, жыныстық жетілу кезінде сол жаңағы жасөспірімдердің бетінде жаңағы угревой сыптар пайда болады, безеулер пайда болады. Осы угревая болезнь дейді, оны медицинада. Соны емдеу үшін, соның алдын алу үшін өте жақсы көмектеседі. Бұл жаңағы жаралардың тез жазылуына көмектеседі. Содан кейін мына кімде мына созылмалы ауру бар, мына жазылуы өте қиын болып, ұзаққа жаңағы выздоровление дейміз ғой, период выздоровления созылып жатса, міне сол кісілерге беруге болады. Содан кейін мына жазылмайтын жаралар бар, трофикалық жаралар көбінде, трофические язвы дейміз, сол кезде де осы цинкті ішкізсе, мынау тіндердің жетілуі тез болады. Орысша айтқанда регенерация ткани, заживление ран дейді. Міне соған жақсы көмектеседі. Ал енді қазіргі біздің мына жастарымыздың арасында бір белең алып бара жатқан бір мықты проблема тұр. Ол деген бесплодие. Ер азаматтарда белсіздік, әйелдерде бедеулік, қыз-келіншектерде міне осы бар. Осы жаңағы ер азаматтардың күш қуатын, еркектік күш қуатын арттыруға көмектесетін бірден бір өнім. Өйткені бұл жаңағы мына ер азаматтардың мына гормондары тестостерондың түзілуін жақсартады. Оның сапасын жақсартады. Соның түзілуін жақсарта отырып, жаңағы сперматогенез дейміз ғой, сперматозоидтардың мынау жақсы түзілуін жақсартады. Олардың сапасын жақсартады.
міне осының нәтижесінде мына азаматтардағы бесплодие кетеді. Жаңағы мынау қуық асты безінің қызметін жақсартады. Простатит аденома деген дүние бар. Ол тек азаматтарға ғана тән, өздерінің ғана аурулары. Міне осы жағдайда да жақсы көмектеседі. Содан кейін біздің мына қыз келіншектердегі орысша айтқанда фертильность дейді. Ол жаңағы мынау период зачатия дейміз, иә, содан кейін донашивание дейді, содан кейін рождение плода дейді. Жаңағы ұрықтанып жатырға келіп түскеннен бастап ары қарай соның дамып толық қанды дені сау дүниеге ұрпақ әкелуіне көмектеседі аналардың. Міне осындай бір тамаша енді өнім бұл. Енді бұл цинкті жаңағы немен бірге ішуге болмайды. Цинкті одновременно жаңағы препараты меди дейді, иә, мыс ба, мед, мырыш па. Осы медпен бірге ішуге болмайды, темірмен бірге ішуге болмайды. Препараты железо дейміз. Одновременно екеуін бір уақытта аузыңызға салып, бірден екеуін жұтып қоюға болмайды, ішіп алуға. Өйткені екеуі бірде организмға түскен кезде мына ағзада текетірес басталады. Мынау мысал үшін цинк дейік, мынау жаңағы темір дейік. Жаңағы ағзада мына екеуі сіңірілу үшін күреске түседі. Сол кезде бір жаңағы минерал сіңіріледі, екіншісі сіңірілмей қалады. Мысал үшін цинкпен бірге темірді бірге ішетін болсаңыз, темір сіңірілмейді. Организм приоритетті цинкқа береді, цинк сіңіріледі, жаңағы темір ағзадан шығарылады. Егер цинкпен бірге жаңағы медті ішетін болсаңыз, опять же, приоритет организм дает цинку, и медь выводится из организма. Осындай жаңағы неменелері бар цинктің. Бірге ішуге болмайды. Арасында жоқ дегенде 2 сағат интервал болу керек. Содан кейін бұл жерде тағы да жаңағы противопоказания дейміз ғой, қарама қайшылықтар бар. Ол индивидуальный непереносимость, жаңағы хронические заболевания почек дейміз. Өйткені жаңағы бұл жерде бүйректің өткенде мына магнийді ішкен кезде айттық қой, креатинин 30-дан төмен болмау керек деп. Бұл жерде де сондай көрсетілім бар. 30-дан төмен болатын болса, бүйрек справляция ете алмай қалады. Ағзаға сіңірілмей қалған артық цинкті ол ағзадан шығару керек, сүзу керек. Сол кезде жаңағы шамасы келмей қалады бүйректің. Содан кейін мына аутоиммундық аурулар бар. Осы аутоиммундық аурулардың ішінде системная красная волчанка. Оған цинкті беруге болмайды. Содан кейін рассеянный склероз. Осы жағдайда да цинкті беруге болмайды. Осы екі ауру, аутоиммунный аурулардың ішінде, осы екеуіне цинкті ішкізуге болмайды. Содан кейін жаңағы мына асқазанның ойық жарасы дейміз ғой, язва желудка дейміз, иә? Осы язва желудка кезінде олар мына острый жіті дейді, иә? Жаңағы период ремиссии деген болады, ол жараның аузы уже жабылып, жаңағы период заживлениеға өткен кезде, ол кезде беруге болады. Ал енді жараның беті ашық болып, жара қанталап тұрған кезде, ол кезде ішкізуге болмайды. Эрозия кезінде де ішкізуге болмайды. Эрозия деген сол язваның басталып келе жатқан сатысы ғой. Міне осы кездерде беруге болмайды. Содан кейін острый гастрит кезінде де беруге болмайды. Былайша айтқанда, асқазанның жаңағы острый аурулары, ол острый гастрит, язвенный болезнь желудка, острая, и эрозивный гастрит в фазе обострения дейді. Осы обострение беріп тұрған кезде бермейсіздер. Жақсы ма? Бұл енді цинк туралы. Күнне бір таблеткадан бір уақыт таңертең тамақпен бірге, немесе тамақтан кейін ішесіздер бұл өнімді. Міне бұл осындай бір тамаша өнім. Мынау балалар, е,
балалар туралы айта кетейін. Жаңағы балалардың мынау бойының өспей қалуы, иә, физический рост ребенка деген болады. Баланың жасына сай, оның бойы сол жасына бойы сай болу керек. Осы кезде баланың жаңағы мынау жасы бойына сәйкес болмай қалған кезде балаларға осы цинкті беруге болады. Сонда балалардың жаңағы бойлары жақсы өсетін болады. Менің өзім ұлым болды, қазір енді үлкен азамат болды. Сол бала 15 жасында жаңағы бойы кішкене болды. Мен апарып тексерткенде, сонда мына физический рост баланың отставал на 4 года. Бала 15-те, сүйектері жаңағы 11 жастағы баланыкі сияқты болды. Сонда мен осы цинктің таблеткасын бергенде, менің баламның бойы 3 айда өзінің жаңағы физический ростын қуып жетті. Егер кімде-кімнің жаңағы балаларының бойы жасына сай болмай, кішкене болып жатса, қысқа болып, онда осы өнімді беруге болады балаларға. Бұл жердегі біздегі жаңағы цинктің дозировкасы 15 миллиграмм. Бұл уже взрослый доза. Егер балаларыңыз мысал үшін 8-9 жаста болса, онда жарты таблетка берсеңіздер болады. Баланың бойы осы жасында білінеді ғой, сол 9 жастан бір 14 жасқа дейін білінеді баланың бойы кішкене болып тұрғаны. Сол кезде жарты таблеткадан күніне бір уақыт берсеңіздер болады. Ал енді келесі өніміміз ол хром. Хром, енді мен өзім осы сетке келгелі, міне 23-тен бері осы сетевой продуктовый компаниядарда жұмыс істеймін, бірақ мен осы хромды осы ешқандай компаниядан көрмеппін. Осы отдельно хромның болғанын мен осы компаниядан көріп отырмын, осы Pandora Vitaдан. Енді бұл хром бізге не үшін қажет? Бұл жаңағы бірінші кезекте кім салмақ тастағысы келеді, сол кісілерге тамаша таптырмайтын өнім. Өйткені бұл сіздің мынау тәттіге деген құмарлығыңызды, мынау мучное дейміз ғой, тез, жылдам углеводтар бар ғой, жаңағы біз көбінде перекустарды жақсы көреміз ғой, мына газдалған сусындарды жақсы көреміз. Осы жаңағы жейтін тәтті тоқаштарымыз, мына печеньелеріміз, иә, газдалған сусындарымыз, мына тетрапакеттағы соктарымыз, осылардың бәрі жылдам углеводтар. Орысша айтқанда быстрые углеводы дейді. Олар тез мынау майға айланады. Сондықтан ағзадағы жаңағы бізде негізі мына организм деген өте ақылды ғой. Ақылды, иә, бізде ағзада мынау анализ тапсыруға барғанда жаңа холестерин, триглицерид деген анализ тапсыртады сіздерге, иә. Осының ішіндегі триглицерид деген ол ағзадағы ең маңызды жаңағы основной майлар. Бұл майлар мына жировой клеткаларда сақталынып тұрады. Мысал үшін ағзаға мына обедпенен, завтракпенен обедтің арасында сіз перекус жасаған жоқсыз, бірақ ағзаға энергия керек болып тұр, күш қуат керек болып тұр. Сонда ағза не істейді? Жаңағы жировой клеткада сақталып тұрған майды алады да энергияға алмастырып жібереді, сіздің күш қуатыңызды көтеру үшін. Бұл енді триглицерид бізге негізі ағзаға қажет. Бірақ ол ағзада шамадан, мөлшерден тыс көбейіп кететін болса, ол да бізге зиян. Бұл триглицеридтарды бізге жаңағы жинайтын осы быстрый углеводтар. Сондықтан бұл жаңағы тәттіге деген құмарлықты, сол жылдам углеводтарды бізге беретұғын өнімдерге деген құмарлықты шектейді. Содан кейін біздің мына зат алмасу процесімізді жақсартады. Майлардың, мына белоктардың ыдырауын жақсартады.
май мен белокты жақсы ыдыратқаннан кейін бұл бізге мына ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ұйқы безінің қызметін жақсартады, қандағы мына қанттың деңгейін нормаға әкелуге көмектеседі. Мына клеткалардың инсулинге деген мына чувствительность дейміз ғой, осысын жоғарылатады, чувствительностін жоғарылатады. Егер инсулинға жаңағы клеткалардың чувствительності жоғарылайтын болса, онда естественно жаңағы қан төмендейді. Өйткені инсулинді біздің ұйқы безіміз бөледі ғой. Ал мына сахарный диабет болған кезде сол клеткаларда инсулинға чувствительность төмендеп кетеді. Сондықтан бізге сырттан сол қантты төмендететін қандай да бір препараттарды бізге тағайындайды. Бұл сонымен қатар триглицеридті жаңағы нормада ұстап тұруға көмектеседі, және де мына холестеринді нормада ұстауға көмектеседі. Сіздер білесіздер, бізде екі түрлі холестерин болады. Біреуі жаңағы низкий плотности холестерин дейді, екіншісі повышенной плотности дейді. Повышенной плотностағы жаңағы тығыздықтағы холестерин, жоғары тығыздықтағы холестерин, ол біздегі мына ағзадағы транспорттың рөлін ойлайды. Сіздердің қажетті клеткаға қажетті жаңағы қорегін олар сол клеткаларға тасымалдайды. Ал енді жаңағы төменгі тығыздықтағы холестериндарыңыз ол сіздердің тамырларыңызда шөгіп қалады. Жаңағы егер триглицеридта шамадан тыс жоғары болып кететін болса, ол да тамырдың ішінде шөгеді. Өйткені триглицерид ол мына тіндерменен қанда болады. Жаңағы триглицерид жоғары болып кетсе, холестерин жоғары болып кетсе, қан майлы болып кетеді. Жаңағы вязкий дейді ғой, мына тез ақпайды, созылмалы, майлы болып кетеді. Міне сонда ол егер майланып кетсе қандарыңыз, онда бізде жаңағы атеросклероз деген ауру пайда болады. Ол қан тамырдары жіңішкереді, қан тамырдарының ішінде жаңағы осы холестериннен, триглицеридтен жиналған ұйындылар, бляшкілер деп айтамыз ғой біз медицинада, міне осылар пайда болады да, олар тамырдың мына просвет дейміз ғой, сол просветті сужать етеді. Естественно, одан кейін сізде жаңағы давление көтерілетін болады. Сондықтан міне кімде сахарный диабет бар, инсулинорезистентный деген сол клеткалар инсулинға, ағзаның бөлген инсулинына реагировать етпейді, нечувствительные. Сол кісілерге берсеңіздер болады бұл өнімді. Содан кейін кім артық салмақ тастағысы келеді, міне сол кісілерге ішуге болады осы өнімді. Егер у кого-то есть ночной жор деген дүние бар, түн ішінде тұрып бір тамақ ішетін кісілеріміз болады, холодильникті жағалайтын түнде. Сол кісілерге бұл өнімді кешке жақын ішу керек. Ал енді егер сізде ондай проблема жоқ болса, онда таңертең тамақпен бірге немесе тамақтан кейін бір таблетка ішсеңіздер болады. Енді бұны кімге ішуге болмайды? Жаңағы жүкті емізулі бөпесі бар аналарға ішуге болмайды. Содан кейін жаңағы почечный, печеночный недостаточность деген бар, сол кісілерге надо с осторожностью. Енді ондай кісілерге рекомендовать етпей қойсаңыздар да болады. Өйткені жағдайларын нашарлатып алуымыз әбден мүмкін. Міне бүгінше сіздерге осы бізде бинарда тұрған 3 өнімді мен айтып шықтым. Өткенде 3 өнімді айттық, сонымен бізде жалпы бинарда өткенде 4 айттық қой деймін, 4 өнімді айттық. Сонымен 7 өніммен сіздер таныс болдыңыздар. Енді уақытымыз бір 20 минуттай уақыт қалыпты. Сұрақтарыңызға жауап берейік. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Зәуре ханым, рахмет, өте сондай пайдалы, ауқымды болды. Түсінікті қылып түсіндіріп бердіңіз, рахмет. Зәуре ханым, ақпарат өте сондай пайдалы болды, Алла разы болсын. Менде мынандай сұрақта, жаңа сіз қан тамырындағы бляшкалар туралы айттыңыз ғой.
Сол мысалға Иә. бляшка, мысалға мынандай жағдай болғанда бляшкалар тұр, соған стенд қойылды мысалға, иә, бірақ стенд қойылған Иә. күнде де қан тамырға ол бәрібір де уақыт өте келе қайтадан бляшкаға енді толады екен де. Соны мысалға келіп тұрған стенканың қабырғасындағы тұрған бляшкаларды ерітуге бола ма, я болмаса оны алдағы уақытта болдырмауға әрекет жасау үшін осы хром қаншалықты пайдалы? Енді бұл жаңағы уже болып тұрған бляшканы бұл ертпейді. Но для профилактики ішуге болады. Келешекте сол бляшкалар образоваться етпеу үшін ішуге болады. Мынау мысалға өкіметтің тарапынан Бұл берілетін дәрілер болады ғой, Зәуре ханым, соны ішіп жатса, ол да қан сұйылтады ғой. Мынаны бірге ішсе, ол ана қанды сұйылтуды көбейтіп жібермей ма дәрі? Байқап Бұл ішу өнім жаңағы қанды сұйылтпайды. Қанның майлылығын төмендетеді. Тамаша. Қанды жаңағы аспирина содержащий препараттар сұйылтады. Ал мынау сол қандағы холестеринді, триглицеридті нормада ұстауға көмектеседі. Аспирин мысалы үшін ол холестеринді төмендетпейді. Ол триглицеридті төмендетпейді. Оны төмендететін басқа таблеткалар береді. Аторвастатиндар береді. Оны статиндар төмендетеді. Өте тамаша, рахмет. Тамаша. Зәуре ханым, өте керемет ақпараттар, құнды ақпараттар бердіңіз. Әсіресе мынау медицина тілімен көп заттарды айтып бердіңіз. Енді бір сұрақ, сахарный диабетиктерді трофический язвалар болады ғой, соларға цинкті назначить етсек болады ғой? Болады. Содан кейін құрметті бүгінгі осы кездесуге келген. Бұл өнімдердің бәрін курспен ішу керек болады. 1 ай, 3 ай, біреуге 1 ай жеткілікті болуы мүмкін, біреуге жаңағы 3 ай ішуі мүмкін. Сол жаңағы арасында міндетті түрде перерыв болу керек. Әлгі өнімді ішу керек деп жылдап ішуге болмайды. Курс лечения жағынан да сол сұрайын деген дұрыс. Ересектерге қалай, балаларға қалай? Индивидуально жаңағы сіз айтқандай, Индивидуально. Егер мысал үшін жаңағы йод туралы айтатын болсақ, егер у кого-то балаларда мысал үшін йода дефицит болатын болса, ол балалар міндетті түрде эндокринологта учетта тұрады. Сол балаларға жаңағы эндокринолог жаңағы йода содержащий таблеткалар береді ғой. Сол таблетканың дозасы қандай таблетка беріп жатыр. Соған сәйкес мына жердегі дозаны реттеп алуға болады. Рахмет. Не, өзіңізді таныстырмай кеттіңіз. Аты жөніңіз жазылмайды екен. Таныстырып, қай қалдан екенін айтып кетсеңіз. Біліп отырайық. Алло. Сұрақ қойған мен айтасыз ба? Мен Гүлнара Шерина болам, зейнеткермін, мамандығым педиатр, Алматы қаласында. Тамаша. Сізде біз компанияның партнерсіз ба? Иә. Міне, спикерлікке қалайсыз? Осындай күшті. Жақсы өтеді, Мақсат мырза, алдағы уақытта, все, түртіп қойдық. Атыңызды жасырып отқаны сол екен ғой, пользователь Zoom деп қойыпсыз. Бұл жаңағы мына цинкта, йодта бізде таблетка түрінде ғой, таблетка түрінде болғаннан кейін бұларды жаңағы бөліп балаларға дозаны кішкене корректировать еткенге жақсы. Жаңағы өткендегі айтқан бізде D3 ол виде спрея. О жерде спрейдің дозасын біз корректировать ете алмаймыз уже. Көрдіңіздер ме? Амыналарды корректировать етуге болады, балаларға беруге болады дозасын корректировать етіп. Ыңғайлы. Ыңғайлы. Зәуре ханым. Атыңызды қалай дедіңіз? Тағы да бір қайталап жібересіз, естілмей қалды. Гүлнар деді. Гүлнар Ашировна. Қай қаладансыз? Алматы. Все, жазып алдым.
сөйлеспеймін жүзік десеңізші, Мақсат мырза. Номер спикерға дайын емеспін. Ой, Все, вы попали на радар деп па. Зәуре ханым, мен осы жерде сұрайын. Мен де жаңағы сұрақты жай сұрап отырған жоқпын. Сондай бір, мен әкем де сондай болып тұр да, сол үшін мен үшін өте маңызды болғаннан сұрадым. Әкемде бляшка да бар, тура жаңағы айтқанымдай. Бірақ почечный недостаточность бар, негізі бүйрегі әлсіз жұмыс жасап тұр. Сонда бұндай жағдайда қалай? Диализде отырсыздар ма? Ау? Диализде ма? Жоқ, диализде емес, ондай емес. Ана ұры бірақ неменемен концентратпен неден өтеді ғой, ана йодпен бір неден өтеді ғой, қытыдан. Сол кезде ылғи бір нәрсе нашар көрсетіп қалады да бүйректі. Қытыны емделіп барып қайтадан кеп түседі, сол бір бүйректі бірдеңе дұрыс емес. Мен уже сіздердің тілдеріңізді ұқпаймын да оны. Оны енді сіздердің жаңағы заключениені көру керек. Ол жерде именно не дұрыс болмай тұрғанын. Заключениені көру керек. И содан кейін мына биохимический анализ болады ғой, жаңа креатининге анализ тапсыру керек. Егер креатинин жақсы болатын болса, онда можно. Сол креатинин ғой деймін, өтірік айтпасам, соны миыма кішкене келіп жатыр. Иә, креатининді көру керек. Өйткені бұл жерде креатинин өте маңызды. Егер креатинин төмен болса, біздің ағзамызға түскен дүниені, негізі бүкіл дүниені сүзетұғын бүйрек қой. Жаңағы ағзадан шығаратын бүйрек сүзіп, қанымызды жаңағы айыратұғын, дәретін, таза қанды айыратұғын бүйрек қой. Сондықтан креатинин бұл жерде өте маңызды. Креатининді көру керек. Бүйректің сол функциясын креатинмен есептейміз ғой біз. Қаншалықты нашар жұмыс төмен дұрыс болмай қалады да, сонда қытыға разрешение бермей емделіп барып қайтадан көтеріп барып қайтадан барады ылғи. Дұрыс айтып отырсыз. Рахмет, Зәуре ханым. Зәуре ханым, менде мынандай бір сұрақ бар. Негізінде бұл сұрақ көбі біздің партнерларымызда, тұтынушыларда мазалайтын сұрақ. Әсіресе әйел қауымы. Мысалы, біздің баттарды шет, мысалы, 2-3 түрлісін қосып, бізде көп түрі бар ғой енді. Содан кейін ең көп қатты нәрсесі бізде запор болып қалды дейді. Ішіміз қатып қалды, үлкен дәретке бара алмаймыз, ішіміз ауырады деп қатты қорқатын партнерлар, әсіресе әйел кісілер қатары өте көп. Мысалы, бізде андай магний бар, таблетированный, цинктің өзі таблетированный. Елдің бәрі кішкене таблетированный десе, ойбай, ішім қатып қалады, қиналып қалам деп кішкене қорқақтайды. Бұның енді бұл да өтірік емес, бар, болады сондай әйел кісілерде көбіне болады. Ер азаматтар көбіне ондай қиындық туындамайды, әйел кісілерде көп болады. Әрине, енді біз көбіне не дейміз, енді андай суды көбірек ішу керек, енді бұл таблеткаларды қосқаннан кейін суды қойып. Енді әйел кісілер суды ішсе, кіші дәретке көп жүгіре береді. Содан олай да қиналады, бұлай да қиналады. Содан кейбір кісілер тіпті ана БАДы ішуден қалады, ішпей қояды. Сондай да бар. Соған байланысты кеңесіңіз қандай, не айтар едіңіз? Енді бұл жерде жаңағы біздің магний, мысал үшін, ол ішті қатырмайды. Ол керісінше ішті жұмсақ жүргізеді. Енді бұл жерде жаңағы бірінші кезекте, мысал үшін, ішіміз қатып қалады деп қорқыныш болатын болса, ол психосоматикада болуы мүмкін. Біздің ағза өте ақылды ғой. Неден қорқсаң, соны алып келеді ғой саған. Ол екінші, одан кейін жаңағы сіз айтпақсыз су ішілу керек. Су ішілмесе болмайды. Содан кейін ол іш қататын тағы да бір себеп, біздің мына ағзадағы ішегімізде жүрген жаңағы біздің микрофлора, Ол жерде патогенный флорамыз бар, условно патогенный флора деген бар. Им же живется же там комфортно. Кому охота оттуда выходить? Вот, сол кезде это уже жаңағы солардың да бір реакциясы болуы мүмкін. Ішті қатырады, ішті жүргізбей қояды. Осындай да болуы мүмкін. Бірақ кейіннен уже ол барлығы түзеліп кетеді ғой, онда тұрған ешқандай қорқыныш жоқ.
Рахмет, рахмет. Зәуре ханым, Құрметті тағы бір партнерлар, сұрақ. сұрақтарыңыз болса, қысылмай қоя Иә, беріңіз. Иә, әлі уақытымыз бар. Тағы бір сұрақ қойсам. қойыңыз. Мына кісілер келді да, сосын айтады да, мына витаминдерді ішеміз ғой дейді. Бірақ гірт асқазанымыз дұрыс істемесе, очищение болмаса, бұл витаминдер гірт онда бізге дұрыстап ағзамызға сіңірілмейді, туалетке кетеді ғой дейді. Қалай ойлайсыз, 100% солай ма? Енді мысал үшін жаңағы очищение организма деген ол енді былай бүйтіп қарағанда бір жалпылама ұғым ғой, очищение организма деген сіз мысал үшін осы витаминдерді ішіп жатқанда, егер суды қажетті мөлшерде ішетін болсаңыз, ол да сіздің ағзаңызды тазалайды ғой. Содан кейін бұл өнімдерді ішкен кезде витаминдерді кішкене адам дұрыстап тамақтану керек қой, дұрыс тамаққа қарай бет бұру керек. Майлы тамақты азайту керек. Қуырылған тамақ, жаңағы ащы тамақтар, бұрышы ашты, қуырылған, томаты көп, міне осындай бір тамақтардан кішкене бас тарту керек. Тәттіден де бас тарту керек, мысал үшін. Онсыз болмайды ғой. Өзіміздің тамағымызды ішіп жейтін, былайша айтқанда, реттеуіміз керек. Ал енді ағзаны тазалап алып ішкен әрине дұрыс. Бұл жерде жаңағы сіздің ағзаңызға очищение жасауға қолданатын продукт, ол жаңағы магнит ішсе болады. Магний асқазан ішек жолдарын енді тазалауға көмектеседі. Содан кейін мынау жаңағы біздің мынау өнімдердің ішінде осы жаңағы цинктің өзі де бізге сондай бір көмегін береді. Жаңағы бұл цинк мысал үшін ағзадағы мына инфекциялармен күресуге жақсы. Аурулардың именно вот инфекциялар бар ғой, инфекциялар вирустарды жоюға көмектеседі. Соларға қарсы тұратын күш пайда болады ағзада. Ол да енді былай қарасаңыз, ағзаның жаңағы тазалығы ғой, егер сіздің ағзаңыздағы вирустарыңыз жаңағы қандай да бір жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын бұл тежеп жатса, шығарып жатса, ол да сол тазалыққа әкеледі ғой. Енді бізде енді қазір компанияда дәл бір детокс жоқ. Определенный программа детокса нету. Сондықтан енді бұл болашақта келетін дүние, бұл болашақтың еншісінде тұр, детокс болады деді. Өткенде жаңағы бір немелерді көрген кезде соның ішінде детокстар болды. Сондықтан детокс келеді, енді детоксты ішіп алып барып ішсе, әрине жақсы көмектеседі. Мен енді өзім детокс іштім осы өнімдерді. Нәтиже жаман емес. Магний мысал үшін таңертең тұрғанда менде өзімде артрит бар да, менде скованность болады. Сұмдық скованность болады менде. Сол тамақтан кейін бір таблетка магнийді ішкеннен кейін бір 15-20 минуттан кейін уже мен жадырап бастаймын. Содан кейін мына енді мен қазір өзім ішіп жатқан сол магнийді ішіп жатырмын. Содан кейін мелатонин ішіп жатырмын. Ұйқыға енді тамаша. Біз енді сменмен жұмыс істедік қой, бәленбай жыл сменмен жұмыс істедік. Сменмен жұмыс істеген негізі осы медиктарда Гүлнара ханым біледі енді, бізде түнгі ұйқы бұзылып кетеді. Сол түнгі ұйқыға мелатонин тамаша көмектеседі. Содан кейін хондроитин, глюкозамин ішіп жатырмын. Оның нәтижесін өткенде Астанаға барғанда айттым сіздерге. Тамаша. Нәтижесі тамаша. Осындай өнімдерді ішіп жатырмын. Сондықтан енді бұл витаминдер жаңағы европейский стандартпен Европаға дайындалған өнім болғаннан кейін бұлардың сапасы өте жоғары. Витамин деп бұлай қараймыз ғой, мынау витамин деп, бірақ енді әсері де жылдам, нәтиже де жақсы. Рахмет. Жақсы, осы жерде бір кішкене қысқаша айтайыншы, Зәуре ханым, өте прям дұрыс айтып жатсыз. Біздің президентіміздің өзі де солай деді ғой. Бір 3 ай ішесің деп нетсе, кейбір адамдар бастап ішеді де, 3 ай емес жаңағы ұмытып та кетеді.
бір ішеді, бір ішпейді дегендей. Сондықтан барынша мен күшімді салдым, чтобы аз уақыттың ішінде адам бірден әсерін алатындай сондай жаңағы үйлесім жасадым, составын деп өзі айтып отырады да. Мына глюкозаминді жаңа айтқан кезде бізде Нұрбүбі Зайнауидинова деген бір партнеріміз бар. Ол кісі ұзақ уақыт көптеген компанияның глюкозаминін ішкен екен. Сол кісі аз ғана уақыттың ішінде сіз жаңа айтқан біздің глюкозаминді ішкенде айтып жатыр да, Асима ханым, мына глюкозамин прям пьется даже по-другому, вкус даже вообще басқандай дейді. Әсері де прям мендей ақ болатын шығар глюкозаминді ішкен адам дейді де. Мен бірден түсіндім, басқа, но мына Пандора Витанікі бөлек бір төбе деп айтады да. Одан кейін жаңа сіз мырышты айттыңыз ғой. Тағы бір партнеріміздан аз ғана уақыттың ішінде керемет не? Осы жақында ол кісінің отзывын тоже чаттарға жіберетін болам. Коллаген мен мырышты екеуін ішкен. Бір 2 айдай ғана көлем уақыт болды, бірақ одан да ертерек уже оның несін жаңағы тамаша несін алып бастадым дейді, енді әсерін. Шашымның түскені бірден қойды дейді. Бетте ажарланып, терім деген бір сау адамның терісі сияқты жанымдағылар бірден өзгерісті байқады дейді. Енді осы жақында айтады, мына шашымның дейді талшықтары сапасы артып бастады. Бұрын жұқа бүйтіп үзілгелі әрең тұратын дейді. Жіңішке болатын болса, шаш кәдімгідей жуандайды. Мынау дейді, басында қазір шаштың салмағын чувствую дейді де. Сондай керемет отзывтар айтып жатыр. Сіз жаңа магний іштім дедіңіз ғой, магнийді күніне 1 рет ішіп жүрсіз бе, 2 рет ішіп жүрсіз бе? Мен магнийді күніне 2 рет ішіп жүрмін. Таңертең таңғы кейін бір таблетка ішем. Сол таңертең ішкенде в основном жаңағы скованность кетеді. Енді кім артриті бар, біледі ол кісілер, иә? Күшті. Тұрғанда біз шынын айтқанда, былайша айтқанда жалмауыз кемпір болып тұрамыз. Тұрсақ отыра алмайтын, ол тұрсақ. Скованность кетеді, күшті көмектеседі. Одан кейін екінші таблетканы мен обедтен кейін ішем. Сол 2 таблетка маған энергия да береді, көңіл күйіңді де көтереді. Жаңағы тоқтамай содан кейін бірағы энерджайзер батарейка салып алған сияқты жүресіздер. Зәуре ханым, бір соңғы сұрағымды қояйыншы, иә. Мына біздің өнімдерді айтқан сайын бар ғой, ана ішіп жатқанымызды айтып байқап жатырмыз ғой шетінен. Ана ішпеген өнімді айтқанда бар ғой, оны да ішкін келеді де, ананды ішкін келеді, мынанды ішкін келеді де. Соны енді мысалға бір адам максимально қанша ішкені дұрыс? Оның да бір шегі бар шығар. Әрине бар. Енді 3 өнімнен артық қосып ішпеңіздер, өйткені ағзаға ауыр болып кетеді. Жаңағы осы уақытқа дейін, мысал үшін, иә, ешкім мырысты ішіп жүрген жоқ, ешкім күнделікті коллагенді ішіп жүрген жоқ, ешкім жаңағы цинкті ішіп жүрген жоқ. Қазір организм стресске түседі. Стресске түскенде клеткалар стресске түседі. Мысал үшін, сіздің әкеліп төбеңізден күнде сіз суды былай ұрттап ішіп жүрсіз, иә? Күнде 3 литр су ішетін шығарсыз ары кеткенде. Әкелді де сіздің төбеңізден шелектеп суды құя салғанда не боласыз? Деп сіз тұншығасыз ғой, ол суды іше алмайсыз ғой. Сіздің клеткаңызда да тура сондай жағдай болады. Клеткалар да стресске түседі. Өйткені клеткалар бұндай үлкен количествода жан-жақтан келген минералдарға, жаңағы витаминдерге ол ішіп жеп көрмеді ғой. Сондықтан бұл қайдан келген батпан құйрық болады. Блокироваться етеді клеткалар. Сондықтан мөлшермен ішіңіздер. Жаңағы өзіңіздің бір основной проблемаңыз бар ма? От алдымен сол проблемаға көмектесетін витаминдерді ішіп алыңыз. Одан кейін біртіндеп ары қарай уже өзіңіздің состояниеңізге байланысты біртіндеп қосыңыз. Ой, мынау да күшті деп 9-ын алып бірден ішіп алсаңыз, скорый шақырасыз. Больницадан бірақ шығасыз. Не болдыңға ұшырайсыздар. Сондықтан болмайды. Тағы бір сұрақ, магнийді негізі профилактически қанша ішу керек? Или просто жаңағы айтқандай артрит болып ауыратындарға сол күніне 2 рет жеткілікті ма? Жеткілікті. Да? Сосын не сұрайын? Мына дозалардың барлығы бұл лечебный доза емес, мынаның бәрі профилактикалық доза. Өйткені біз жаңағы емдеумен айналыспаймыз ғой, біз сауықтырумен айналысамыз, алдын алумен айналысамыз. Сондықтан бұл жердегі дозаның бәрі профилактикалық дозалар.
А вот А, шаш түсуден цинк пен коллаген ішсе жеткілікті ма? Шаш қатты түседі. Қалай дейсіз? Шаш түсуден цинк пен жаңағы коллаген жеткілікті. Дауысыңыз дұрыс естілмей тұр. Шаш түсуден цинк пен коллаген ішкен жеткілікті Шашы ма, қатты Зәуре ханым? түсетін Қатты түссе, иә. Коллаген иә, ол ішінде кісіге цинк бар жаңағы ғой, цинк тат. беруге болады, коллаген беруге болады. Коллагеннің ішінде бізде Бар ғой. коллагеннің ішінде цинк та бар, оның ішінде витамин группы В да бар, аскорбинкасы да бар, витамин А да бар. Коллагеннің составы өте мықты ғой. Витамин В еще. Иә. Иә, Глюкозы не бар? витамин группы В бар. Биотин. Биотині бар, никотиновая кислотасы бар. Бұл никотинка, биотин, оның бәрі витаминнің группа В. иә. Зәуре Біреу ханым, витамин Зәуре ханым, В7, біреу В9. О, рахмет, Ау, рахмет. Зәуре ханым, мына комментарийлардың ішіне бір сұрақ келіпті. Сол сұрағыңызға Айтыңыз. жауап алайық та, эфирімізді аяқтайық деп ойлаймын. жақсы. Зулқұмар деген кісі коллагенді миома кисталары бар кісілерге ішсе бола ма деп сұрақ қойыпты. С осторожностью. Өсіп кетуі мүмкін. Дұрыс. Енді ол да бар, иә. Сондықтан да Иә. Зәуре ханым, ассаламалейкум. Зәуре ханым, эфиріңіз Алейкум өте ассалам. пайдалы болды, иә? Мен Зулқұмар ханым жаңағы сұрақ қойған. Сол Сол кезде мынау Иә. әйелдердің бәрінің көп тұр ғой коллагенді. Енді біз ол кісілерге коллаген сол кезде ішпей қойыңыздар деп айтамыз ба? Иә. Енді мына Біз миома олардың. деген дүние, егер жаңағы мына әйел адамның мешіне тоқтаған болса, кірі тоқтаған болса, онда миома ары қарай өспейді. Онда ішуге болады. Мысалы үшін менің өзімде де миома бар. Небольших размеров менде бар миома, бірақ мен өзім коллаген ішем, потому что ол жаңағы месячный болмағаннан кейін миомада рост болмайды. Аха. Соны білейін деп едім. Рахмет, Зәуре ханым. Рахмет, Өте рахмет. пайдалы болды бүгінгі эфиріміз бар ғой. Ал құрметті партнерлар, осымен бүгінгі эфирімізді аяқтайық. Регламент бітті, 1 сағат мезгіліміз өтті. Зәуре ханым, сізге мың алғыс, үлкен керемет құнды ақпарат бердіңіз. Бүкіл біздің қатысушыларымыздың бәрі деп ойлаймын, қолдайды. Керемет жақсы ақпарат болды, жылы бір әңгіме болды, күшті қарапайым тілмен, медик болғаныңызға қарамастан, қиындатпай, қарапайым тілмен біздің өнімдерімізді қорқытпай, күшті қылып түсіндіріп бердіңіз. Көп рахмет, еңбегіңіз жансын, Зәуре ханым, деніңіз сау болсын, бизнесте өркендей беріңіз. Бүкіл партнерларға үлкен алғысымды білдіремін. Уақыттарыңызды бөліп осыған. Бұндай зумдарға құрметті партнерларыңызды, новичоктарды, жаңадан келетін қонақтарыңызды шақыра беріңіздер. Эфирлермен бөлісіп отырамыз. Сондықтан да бұндай эфирлердің бір ерекше энергиясы болады. Сондықтан да барлықтарыңызға көп рахмет. Әлі көп кездесеміз. Қызықты көп вебинарларымыз болады. Сондықтан да келесі кездескенше қош саламатта болайық, сау саламатта болайық. Барлықтарыңызға Рахмет. рахмет. Қайырлы білім болсын барлықтарыңызға. Енді бұл сіздерге бұндай эфирлар, бұл енді жазып өздеріңізге түртіп отыратын болсаңыздар, мықты инструмент болады жұмыс істейтін. Тамаша, рахмет, Зәуре ханым. Сондықтан эфирларды қалмаңыздар, назарларыңызға рахмет, жүздескенше аман сау болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік болсын. Рахмет. Үлкен рахмет. Гүлнар ханым, Сау болыңыздар. мен түртіп қойдым сізді, түртіп қойдым. Рахмет, мақсат мырза, Зәуре ханым. Ақпарат бердіңіз. Рахмет, аман болыңыздар. Алла разы болсын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Қайырлы түн болсын. Рахмет.